Сәлеметсіздер арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Заңгер ұлттық кеңес мүшесі Айгүл Орынбек Шымкент қалалық полиция департаментіндегі заңсыз әрекеттер туралы жазғаннан соң Ішкі істер министрлігі отбасына қысым жасай бастағанын мәлімдеді. Ол мұны әлеуметтік парақшаларына жариялады. Орынбектің Орда.kz тілшісіне айтуы бойынша Шымкент қалалық полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция полкінің инспекторы, полиция аға лейтенанты болып жұмыс істейтін туған сіңілісінің күйеуіне 2 айдан бері психологиялық қысым көрсетіліп, жұмыстан шығарылған. Бұл туралы күйеу балам маған осы күнге дейін айтпаған. Мысалы, ережені бұзған адамға айыппұл төлеу туралы хаттама толтырған хаттама дұрыс болса да бұрыс деген. Полкты әріптестерінің көзінше шығарып, басшылық ар-намысына тиген. Ол туралы басқа полицейлерден естідім. Полицейлердің шағымын айтқаныңыз үшін күйеу балаңыз жауап беріп жатыр, деді сондағы жігіттер. Күйеу баламнан сұрасам бәрі дұрыс деді. Енді бүгін жұмыста жүрсек, басшылық шақырып, видеоға түсірілмесе де белдік тақпаған адамға хаттама толтырмадың, айыппұл салмадың деген желеумен жұмыстан босатыпты. Сіңілім хабарласып, сіздің кесіріңіз дейді. Менің жазбаларыма отбасынан бөлек тұратын сіңілімнің күйеуінің не қатысы бар, дейді заңгер. Орынбек бұл ішкі істер министрлігінің тырнағасынан кіріздеуі деп бағалайды. Ол жақында республикалық телеарналардың біріне шақырылып, министрлікке полицейлер шағымын жеткізбек болған. Бірақ министрлік Орынбектің бағдарламаға қатысатынын білген соң қатысудан бас тартқан. Отбасымды менің қоғамдық жұмысыма араластыруға қарсымын. Сол үшін қазір қарабет болып отырмын. Полициядағы заңсыз әрекеттер туралы жазып жүргеніме 2 жылға жуықтады. Кейіннен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жазбаларында растап, қызметкерлерді пара алу кезінде ұстады. Отбасыма қысым көрсетсе үндемей қалуым керек деп санайды. Бұл кеңес үкіметі кезінен келе жатқан әдіс, соны қолданып отыр, дейді. Орынбектің мәлімдемесіне байланысты Орда.kz қалалық полиция департаментіне ресми хат жолдады. Бұдан бұрын Шымкентте патрульдік полиция полкының 2 ротасынан ондаған қызметкер президент Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу жасап, көмек сұраған. Олар басшыларына пара беруге мәжбүр болған, сол үшін жұмыстан шығып қалу қаупі туғанын мәлімдеген. Айгүл Орынбек полицейлердің үндеуін әлеуметтік парақшаларында жариялаған. Бұл қоғамда талқыға түсті. Артынан полицейлерге қысым жасалғаны хабарланған. Шымкент қалалық полиция департаменті жанындағы патрульдік полиция полкының басшысы Данияр Мейірхан әріптестерінің үндеуіне пікір білдірген. Ол үндеу жасаған инспекторлардың барлығына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметкерлері қылмыстық кодекстің пара беру бабымен іс қозғалған, тергеу жүріп жатқан, соған сай шешім қабылданатынын жеткізген.